Қызылорда облысында дәрігерлер иттерден қауіпті індет тарап, жергілікті халықтың жаппай сырқаттана бастағанын айтып, дабыл қағып отыр. Қолда бар мәліметке қарағанда, Қызылордада иесіз ит пен мысықтардан жұқпалы тері ауруымен ауырғандар қатары көбейіп жатыр. Бұл ауру медицинада дерматомикоз деп аталады. Ол ересектерге де балаларға да жұққан. Қызылорда облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің хабарлауынша, қатерлі тері ауруы Жалағаш пен Жаңақорған аудандары мен Қызылорда қаласында болып отыр. Соңғы 5 айда өңірде қатерлі паразитарлық ауруға шалдыққан 126 науқас тіркелген. Қызылорда облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің инфекциялық және паразиттік ауруларды бақылау бөлімінің басшысы Әлия Ыдрысованың айтуынша, жалпы паразиттарлық аурудың 90,4% адамдарға ит пен мысықтан жұғып отыр, ал 9,5% қарым-қатынас арқылы жұққан. Қазіргі уақытта қауіпті сырқаттың өршуіне жол бермеу мақсатында бұл ауруды тіркелген барлық ошақтарда ұлттық сараптама орталығының филиалымен дезинфекциялау жұмыстары жүргізіледі, деді Әлия Ыдрысова. Оның айтуынша, жаз мезгілі тері ауруларының өршитін кезеңі деуге болады. Осыған байланысты мамандар жеке тазалықты басты назарда ұстап, иттер мен мысықтарға жақындамауға кеңес беріп отыр.